Мен осы ғылыми жобамда Мұхтар Шахановты не үшін, неліктен қорғаймын деген себебін, өйткені Мұхтар Шахановтың ұлы елдің ұлы ақыны деп атағанымды дәлелдегім келді. Өйткені Мұхтар Шахановтың бейсерлігі қазақ халқы үшін ешқашан ұмытылмастай, орны толмастай ерліктердің бірі. Мұхтар Шахановтың тракторшы жұмысынан бастап қазіргі ұлы ақынға дейінгі жолы осы менің презентациямда, ғылыми жобамда айтылған. Яғни Мұхтар Шаханов 1942 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Қасқасу ауылында дүниеге келген. Ол кісінің бейсерлігі бар, яғни ол кісінің сол бейсерлігі қазақ халқы үшін, қазақтың болашағы үшін ең маңызды ерліктердің бірі. Яғни ол кісінің біріншілігі желтоқсан оқиғасының Кремльдегі шындықты айту, Кремльдегі съезді шындықты айту. Яғни ол кісі 3-4 жыл бойы бүктеліп бір Алматыда желтоқсан оқиғасы болмағандай, дүние жүзінде ешқашан жайылмаған көтерілісті ерлікпен, ешкімнен қорықпай, қазақ халқы үшін мінбеге шығып, Кремльде жоғарғы съезде арал проблемасын айтамын деп, сол жаққа өзінің шындығын айту үшін сол мінбеге барады. Ол кезде Кремльде бомба жарылғандай, Шахановтың сөздері атылып Горбачевтың назарын аудартады. Осы кезде тағы да бір ерлігі бар, ол арал проблемасын қорғау, арал мәселесін қорғау. Ол Орта Азия халықтарына дабыл қағу болды. Яғни су тартылып бара жатқан арал мәселесін қорғап, оларды сақтап қалу, оның ол жақта тұрып жатқан адамдардың өмірін сақтап қалу Мұхтар Шахановтың тағы бір ерлігі еді. Және тағы бір ерлігі Мұхтар Шахановтың ол қазақ халқын қазақстандық ұлт мүддесінен қазақстандық ұлт деген атаудан, мәртебеден сақтап қалу еді. Яғни американдық ұлттар сияқты қазақстандық ұлт болып кетпеу үшін, яғни бүкіл Қазақстанда тұратын ұлттар қазақстандық ұлт болып кетпеу үшін осындай мәртебеден де сақтап қалады Мұхтар Шаханов. Және де қазақ орыс тілдерінің қатар мәртебеде болуын, бір жетістікте, бір дәрежеде болуынан да Мұхтар Шаханов қорғап, қазақ тілін мемлекеттік тіл қылу үшін осындай Қазақстанға өзгерістер әкеледі. Мұхтар Шахановтың осындай ерліктері бар. Презентацияны қараңыздар.